Кездесіп десең, негізі жалпы бар ғой, қазір мынандай досым бар кезінде. Білмеймін енді. негізі Айгүл екеуміз жоба басынан бастап бірге жүретініміз, бірге сырымызды айтамыз. Көп адам білмейді екен екеуміз сырлас екенімізді. Так что біліп жүріңіздер, мен де сырлас болған кезде психологтар Айгүл керек емес. Ақтаудың қалдып кетеді, соны жазып қойсаңыздар болады. Иә, тамаша келдік. Енді екеуміз біраз болды ғой, қонаққа кеткенімізге деген сияқты. Бұл кісі эфирларды көріп шок болып жатыр екен, сәл-пәл. Мен маған айтады, саған хабарласқым келеді, бірақ ана жағдайда әке қойшы, мазасын алмай ақ қояйыншы деп. Солай ойлап жүргіземін деп. Сол бұл кісі енді беш болмаса қазір өтті, сразу таңғалса қалай кетеді екен. Нормально кетті. Нормально кетті ме, жақсы кетті ме? Нормально кетті. Басымен алға тұрды, көрсетті. Қандай парк мынау? Ганди парк. Ганди паркта жүрміз. Бұл жаққа енді мен бірінші рет келдім. Үй жағыма жақын екен, бірақ сонда да келмеппін бұл жаққа. Далаға шықпаймыз ғой жалпы. Әділ болмаса, Бекнар болмаса бұл жақты көре алмай кететін едім. Енді жалпы біз не істеп жүрміз деген сұрақ болса, Бекнар мен әрине өзіміздің видеограф постоянно әйтеуір видеоға түсірейік десек, әйтеуір келіп тұрады. Бекнар көп рахмет. Енді жұмысы, качествосы прям идеальный шығады. Әділ қасымызда көмекші болып жүр. Сценарист бұл кісі ше. Мен жазып берген нәрсені камераға командный жұмыс болып жатыр ғой кәдімгі. мына жігіт еще айтып қойды маған деген брат сен деген съемка қалып жүрсің алып жүр мені. Қыздар не үшін мандаринді көп жеуге болмайды, мен деген көп жеп жатырмын ғой деп. Негізі мен де білмеймін особо, бірақ бағана медсестра келіп айтып кетті, то что ертең өзіңізде де аллергия болуы мүмкін, балада да аллергия болуы мүмкін деп, сондықтан көп жемеген дұрыс деді. И сонымен кеше манго жеймін деп ернімнің бәрі ашып, негізі білмеймін, көп фруктылар особо жаға бермейді, только клубниканың жақсы. Осы жылы негізі мен вообще клубника жемейтінмін, осы жылы прям жақсы жеп жүрмін, жақсы өтіп отыр. Бірақ тоже осы клубниканы айтып жепті, клубника жей бермей деп ше. Білмеймін. Бұрным вообще бітір қалған ғой. Алейкум, қайырлы күн, қайырлы кеш, қалайсыздар, амансыздар ма? В общем, азан айын ұйықтай алмағам, басым ауырып үйтіп. Сонымен күндіз ұйықтап қалыппын, миым шайқалып тұр, короче. Сонымен қазір бір жерге шықтық, енді бір-екі заттар көп тастауға. Қалай болды жалпы, не болып жатыр, не жаңалықтар болып жатыр жалпы өздеріңізде? Білмеймін, машина ере тұрған, әйтеуір ешкім жаңалықтарды айтып отырмын, мына жерде біреумен соны істейді деп. Күшті домашний лагман әкеп берді. Қатты жегім келген. Бағана сұрат не жейсің деп. Өзімше вообще жемеймін, қарным тоқ деген сонымен жаздым. Лагман жегім келіп жатыр деп. И осындай самса с курицей и айран ішкім келіп жатыр деп алып келіп берді. Рахмет үлкен. Очень жерде тәтелермен бірге. Карта ойнап отырық. Жатқаныма 4-5 күн болды. И вообще коридорға мүлдем шықпайтынмын ғой. Сонымен кетер уақытта әйтеуір бүгін шығып ойнап қалайын деп жатырмын тезірек. Кстати, шығарып алып пысықта деп әркем десе. Осы те. Бар болғаны басы, Алла қаласа алдағы уақытта барлығы жақсы болып, қуанышты сәттерімді бөлісіп отыратын боламын. Бірге болыңыздар енді. Сіздерден тек қана керегі қолдау ғой. Алла разы болсын. Демалыс болса да Алматы жатпайды ғой. Постоянно пробка. Всегда өмір болса пробкамен өтіп кетеді. Осы балғымыз деген қалай екен ей? Бәрі мақтайды ей. Көшімізді бір бал. Родной, мынау қалай? Сиқыр ма? Родной. Үтік болып тұр ма? Үтік. Ал ас болсын бізге де. Бөлек қой мынандай. Көйлек киіп алған қыздың көзі қызылда болып, мынандай күшті. Қараңыздар, білмеймін, маған атмосферасы ерекше ұнайды. Осы чайхананың офистің жанындағы әдемі бұл мама шай ішіп отыр.